Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін өте дәмді, ауызда еритін медовиктің рецептісімен бөлісетін боламын. Бірінші әселімізді қыздырып аламыз, осылай көпіршітіп. Одан соң 2 қасық содамызды саламыз. Оны жақсылап тұрып араластырамыз. Осылай көпіршуі қажет. Одан соң осылай жақсылап араластырып болғаннан соң үстіне бөлме температурасында сары майымызды салып, тағы да жақсылап тұрып бір келкі масса шыққанша араластырып аламыз. Міне бізде осындай масса шығады. Одан соң жұмыртқамызды алып араластырамыз. Оның үстінен қантымызды салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Енді үстінен осылай жайлап араластыра отыра әселімізді құямыз. Бір келкі қылып жақсылап тұрып араластырып алу қажет. Міне бізде осындай масса шығуы қажет, осылай болып араласады. Одан соң үстінен ұнымызды саламыз. Тағы да жақсылап тұрып, осы ұнымызды екеуі біріккенше қозғап, бір келкі қылып араластырып аламыз. Міне осындай болды. Енді пергамент қағазымызды формамызға төсеп, 180 градуста 10-15 минуттай уақыт пісіріп аламыз. Одан соң кремді дайындаймыз. Кремге бізге сметана қажет және де сахарная пудра. Екеуін жақсылап араластырамыз. Бір келкі қылып, одан соң бөлме температурасындағы сары майымызды қосып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Сары май міндетті емес, тек қана сахарная пудрамен, қаймақпен жасасаңыз да болады. Ал енді біздің корждарымыз пісті. Енді осылай қағазымызды алып тастап, коржымызды ортасынан бөлеміз. Одан соң тағы да ортасынан бөліп аламыз. Жандардың керек емес жерлерін алып тастаймыз кесіп, оны біз бетіне сепкенге қолданатын боламыз. Дәл осылай 4 коржды бөліп аламыз. Ал енді тортымызды жинаймыз. Корж, крем етіп, осылай жинап алып, үстінен қалған корждарымызды сеуіп қоямыз. Және де холодильникке 2 сағаттай уақытқа қойып қоямыз. Сонымен біздің медовигіміз дайын, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіз. Ауызда еритін осындай корждар болады. Міндетті түрде жасаңыз. Видеоны соңына дейін көрген болсаңыз, каналыма тіркелуді ұмытпаңыз.